Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы аясында Бородулиха ауданында жаңа медициналық нысандардың құрылысы басталды. Бұл ауыл тұрғындары үшін медициналық көмектің қолжетімділігі мен сапасын айтарлықтай арттырады. Қазіргі уақытта ауданға қарасты ауыл мен Успенка ауылдарында жұмыстар басталып кетті. Осы ауылдарда медициналық пункттердің құрылысын 2025 жылы аяқтау жоспарлануда. Новая Шуба ауылында дәрігерлік амбулатория салу үшін дайындықтар жүріп жатыр. Медициналық объектілердің құрылысына қосымшаларға инженерлік инфрақұрылымның құрылысы жүруде. Бұл жобада авторлық қадағалау қызметтеріне келісімшарттар жасалды. Құрылыс жұмыстары мен техникалық қадағалау бойынша мердігерлер анықталды. Бақыршық тау-кен өндіру кәсіпорнының демеушілігімен балаларға арнап жаңа ойын алаңы халық игілігіне берілді. Ойын алаңының салтанатты ашылу рәсіміне Бақыршық тау-кен өндіру кәсіпорнының бас атқарушы директоры Виталий Натанович және Қазақстан халқының қоғамдық қорының басқарма төрағасы Болат Бидахметұлы ізгі тілектерін жеткізіп, ойын алаңы балалардың салауатты өмір салтын қалыптастыруға септігін тигізетінін атап өтіп, жаңа алаңның лентасын қиды. Саябаққа асыққан бүлдіршіндердің қуанышында шек жоқ. Су жаңа демалыс орнында әткеншек сырғанақтан бастап жеткіншектердің спортпен шұғылдануына барлық жағдай жасалыпты. Аягөз ауданында Таза Қазақстан эко-акциясы өтті. Жасыл ел еңбек жасағының сарбаздары Аягөз өзенінің аумағында тазалық жұмыстарын жүргізді. Тазалық денсаулық бастау ұранымен жас белсенділер өзен жағасын абаттандырумен айналысты. Акцияға қатысушылар демалушылар қалдырған қоқыс пен сынған ағаш қалдықтарын жинады. 40-тан астам жасыл ел сарбазы қатысқан шарада 1 тоннадан астам қоқыс шығарылды. Бүгін Жаңа Семей ауданының әкімі Руслан Базарбаев Шаған кенті мен Шаққаман Азеркей Мұқыр ауылына жұмыс сапарымен барды. Сапар аясында аудан басшысы көпбалалы және әлеуметтік осал отбасыларға арналып жаңадан салынып жатқан жеке тұрғын үйлердің құрылыс барысын тексерді. Тексеру барысында әкім құрылысшыларға құрылыс жұмыстарын сапалы орындап, нысандарды жоспарланған мерзімде пайдалануға беруді тапсырды. Қазіргі таңда аталған мекендерде 1 қабатты тұрғын үйдің құрылысы қарқынды жүргізілуде. Абай ауданының әкімі Мейіржан Серікболсынұлы тиісті сала мекеме бөлім басшыларымен кешкілік аудан орталығы Қарауыл ауылын аралады. Ауылға кіреберіс қақпадан бастап жол бойындағы көше жарық шамдарын, Бекбосын көшесіндегі кіші футбол алаңы мен Әуезов көшесі маңындағы балалар ойын алаңын қайта қалпына келтіру жұмыстарын бақылады. Сонымен қатар Мамай көшесінің көпқабатты тұрғын үйлер алдына салынып жатқан ойын алаңының сапасын көрді. Аудан әкімі тиісті сала басшыларымен бірқатар саябақтарды аралап, ағаштар мен гүлдерді күтіп ұстау, сынған жерлерін қайта қалпына келтіру бойынша тапсырмалар берді. Жарма ауданындағы мал қорымы. Бұл жерде малымыз жайылады, ертең ауру тудыруы мүмкін деген жергілікті халық бұл бейберекетке наразы. Мұндай нысандар эпидемияның дамуына дейін биологиялық қауіп төндіруі мүмкін. Әсіресе егер өлген жануар жұқпалы аурумен ауырса деп күйінген тұрғындар аудан әкімі Жарқынбек Байсабыров бұл мәселеге бей-жай қарамас екен дейді. Биыл Семей қаласында тамақтан улану бойынша ауырғандардың саны 12 адамды құраған. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Семей қаласының санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасының басшысы Шыңғыс Шукушев баяндады. Спикердің айтуынша 2024 жылдың алғашқы жартыжылдығында Семей қаласы бойынша бақылау және қадағалау объектісіне байланысты инфекцияның бірыңғай берілу факторы мен жеті ішек инфекцияларымен бір топтық сырқаттану тіркелген. Семей қаласы бойынша тамақтан уланудың алдын алу аясында қоғамдық тамақтан нысандарында бақылау жүргізілуде. Түсіндіру жұмыстарымен 38 кәсіптік субъектісі қамтылды деп атап өтті басқарма басшысы. Бүгінге жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған Сымбат Қайратқызы, Семей таңы.